Бәріміз кейде дәл осы понятиямен мектеп кезіне түсіп кететін болсам, көп нәрсені өзгертер едім деп ойлаған шығармыз. Бүгінгі біздің қонағымыз тура сол нәрсені шынайы осы студияда жасайтын болады. Бұл 45 минут жобасы, мен Бақытжан Қахар, біз бастаймыз. Бүгін бізде 45 минут жобасында қонақта дене шынықтыруда санақ аяқталды деген сөзді көп айтқан әнші ағамыз, жайдарманшы Жандос Самалбек. Мектепте шынымен де сөйттім ғой, еші қолыңды көтерсің, санақ аяқталды дейсің. Дәл сөйттірдің ғой мен ойлашы. Тура тауыппыз. Қыздардан бойым кішкентай болды ғой. Қыздар негізі ерте есейеді дейді ғой мектеп кезінде. Жоқ, ол менімен шығар, бірақ бойларда есейіп кетті ғой біздің класстастардың. Бекмырзаева Айжан менің класстасым, мені ұратын тұғын. Сізді? Иә. Нешінші класқа дейін ұрды? Ол нешінші класқа мені бәрін ұрды ол дейтін. Нешінші класқа дейін ол дакан сұрып өтті бізді. Қай мектепте оқыдыңыз сіз? 27-ші лицейде оқыдым. 121-ші мектепте оқыдым. 7-ші классқа дейін. Сосын 7-ге дейін мен дерс оқығам. 7-ге дейін. Сөйтті де үйдегілер ойлады ғой, біздің бала білімді. Вундеркинд. Ана еще бізде ұлан дейтін болды анандай, білесің бе, көкнандай келетін. Қармақ шығарамасында ма? Адамның есі емес, жасұлан дейтін андай, жасұлан деген ұйым болды бізде. Сода менің суретім ілініп тұратындығын үлкен болып. Мен сондай несі болдым, жасұлан президенті болдым, короче. Сөйтіп, соны көрді да, үйдегілер, мынау қатты оқиды деді да, мені лицейге ауыстырып еді. Сол жерден кеттім ғой. Сол жерден болды. Ары қарай спат қой, короче, болды. Сіз кәдімгі андай болашақта министр болатын бала деген сияқты неде болдыңыз ба? Деп ойлады ғой. Әкім болады деп ойлады. Бірақ сол лицейге мектеп кезіне қайта оралсаңыз, лицейге ауысар ма едіңіз, әлде жалғастырар едіңіз сол? Ауысқаным дұрыс болды. Ауысқаныңыз қай жағынан дұрыс болды? Әйтпесе мен 121-де оқи берген кезінде, мен сол білімді соңына дейін қуған кезінде, осы кезде білмеймін, қармақшыда бір ішкі саясатта ма отырады деймін ғой. Лучше өте дұрыс шешім болды бұл. Жайдарманға келуіңіз сол мектепте басталды ма әлде кейінірек па? Мектепте. Мектепте. Сол лицейге ауыстым, лицейде оқып жүрген кезде, 10-ші классқа келген кезде аяқ асты. Қанат Әлжаппаров ағамызбен Бақытбек ағамыз келіп, екеуі ауылды КВМ-мен аралайтын болды да, бізге бір массовка керек болды деді ғой, короче. Сіз ана немен тұрсыз, жасуанның. Сөйттім де, ойбай құрсын, бара салайық дегеннен КВН-ді ұнатып қалдым да, содан кейін болды дедім ғой, көрші үйдегілерге. 8-ші класста мен папамнан неге сұраған тұғым, кадет бар ғой. Сол жаққа түсуді қаладыңыз ба? 8-ші классымда сияққа қарай жіберіңдер мен деп қайта-қайта сұрандым, мен военный болам, үйтем-бүйтем, форма кием, деп ол мен жібердім. Ол да дұрыс болды ма? Ол да өте дұрыс шешім болды. Мектеп кезінде тек дұрыс шешімдер қабылдадыңыз ба? Нешінші атаман болдыңыз мектепте, ондай болды ма? Бізде атаман дейтін болған жоқ, потому что бізде лицейге ауысқаннан кейін жаңа қыз болды ма или атаман А, Б, В дейтін болған жоқ. Бізде 11 класс болды. Кішкентай мектеп 11 класс болды. Бір класстан ба? Екінші класс А, Б, В дейтін болған жоқ. Мектепте андай не жаздыңыздар ма? Кім болам дейтін шығар ма? Сол кезде кім жазғаныңыз есіңізде ма? Бірінші класста, бірінші сыныпта әлі есімде. Бізде апай андай әркім тұрғызады ғой, бүйтіп, сен кім боласың, сен кім боласың? Ол кезде Шанжар жоқ. Мен сол заманнан екенмін ғой, сен кім боласың деген кезде Бауыржан Ибрагимов құсап, Бауыржан шоу сияқтығы шоу ашам дейді. Біздің бала ертең театрда ойнайды деп. Жоқ, бірақ театрда ойнамасам да қанша дегенмен Бауыржан шоу сияқты Жандос шоу ғой енді былайша айтқанда. Жандос шоу сияқты шоу аштыңыз ғой ақыр соңында. Соған көшейікші, жаңа жобаңыз туралы. Өте жай өттік па плавно. Білдірмей через бірінші класс келдік па? Сол кішкентай кезіңде не армандайсың сол. Мен вообще-то мені үйдегілер медикке түсіреміз деді. Мен негізі Темірбек атындағы жүрген неге түсем деп ойладым. Өнер академиясына. Академиясына түсем деп ойладым. Ол мен ент тапсырдым, ент-ға қараған жоқ. Сияққа қарай барам деп отқан кезде үйдегілер менің сыртымнан бейді ойластырып, қолына документімді алып, мені үйден бір медик шықсын дейтін. Бүткіл отбасыда бар шығар. Бір ертең біз ауырғанда укол салат дейтін, бір шықсын дейтін. Ол в основном қыздар болатын біз жақта. Біздің үйде кілең ол. Қыз жоқ. Сізді сол жертва қылды ма? Үйдің кенжесі деп мені жертваға жіберді да, мен сол жерден қоясыңдар ма, қоймайсыңдар ма дедім. 3 рет сұрадым, жоқ деді. Хорошо дедім де, 1 сентябрь күні
пойызға билет алып өзім 3500 теңгеге пойызға билет алып Алматыға қашып кеткем. Сөйтіп мені 10 күн іздеген, ол кезде бармысың бауырым бар. Құдай ақайтам. Реально айтып отырмын, бармысың бауырымға берген, мама жылаған, іздеген. Сөйтіп мен 10 күн бойы вообще жоқпын. Сим-карта алып алғам, новый номер алып алғам. Миымды қарсай. Алматыда жүрім, нәндей болып қалғам, вообще арықтап уайымнан. Тауып алмаса екен деп. Сөйтіп армандап келдім, бір классасым айтып қойды оны. Каз, я, телефон, каз, кім деп, балдар ғой сонда отқан деді, алып қалсам, мама, қайтшы деп атыр ғой, короче. Мен сразу айттым, мені ертеңгі күні медколледжге түсірмейсіңдер, мен ешқандай уколдан өзім қорқатын адаммын, вообще, мен өнерге жіберіңдер дедім. Папа тұрды да, давай деді, сол даваймен кеттік. Қазір оқушыларда байқасаңыз армандарын четкий біледі ғой, нақты, иә? Мен андай әйтеуір бірақ анадан құтылып жатыр. Осыдан бір 3 жыл бұрын любойына кім боласың, блогер боламын дейді. Содан қазір өткендегі жағдайларға байланысты блогер болмай шығар. Біздің кезде негізінен ғарышкер и президент екеуі ақ еді ғой. Кім боласың дейді, ғарышкермін дейді. Президент боламын дейтін. Президент боламын дейді. Олар нақты болмайтын балалар айтады ғой еще оны, иә? Ғарышкердің не екенін түсінбеді ғой. Аха. Жаңа жобаңыз жайлы қысқаша айтып кетіңіз. Аха дейтін Ол уже шықты YouTube арнаңызға. Твай дейміз. Ұшу керек, иә. Уфайтюр. Аха. Аха, мұнау аха дейтінді қақында болған. Бізде 45 минут дейтін жоба. Бұл жақта сіз 1-ші сыныптан бастап 11-ші сынып оқушыларына дейін қарсы ойнайсыз. Әр кезеңде әр сынып оқушыларына сай тапсырмалар беріліп отырады. Ендеше бастайық. Бізде 1-ші сынып оқушысы қазір. қазір. Бітіргенмен, мектеп бітіргенмен неше жыл болды? 15 жыл болыпты. Қазір соны енді 15 жылды артқа қайтарамыз ба? Аха, 15 жылдық. 15 жыл болғанда сізге 1-ші классқа бару үшін дальше жүру керек болады. Кеттік ал, бастайық. Кеттік ал, 1-ші сынып оқушысы. Қысқасы ойын ережесі мынадай. Жүргізуші Бақытжан Қахар жұлдызды қонақ пен қарапайым оқушыға мектеп бағдарламасынан алынған 11 сұрақ қояды. 1-ші сынып деңгейіндегі сұраққа 1-ші сынып оқушысы шығып, дәл солай сұрақтар әр сыныпқа ауысқан сайын оқушылар жасы да ұлғая береді. Ойын соңында қонақтың білім деңгейіне байланысты марапат беріледі. Біз бастаймыз. 1-ші сынып оқушысы сізге қарсы ойнайтын Ыбырай Хангелді деген осындай керемет жігіт, жас жігіт. Сен жеңесің. Сразу айтам. Қош келдің. Жеңесің. 1-ші сыныпта не өттіңіздер сіздер? Есіңізде бар ма? Әріптер өткен шығарсыз? 1-ші сыныпта әріптер ғой. Иә, біз енді бізде әліппе болды көзде. Ана бар қалай? Налевой дейтін бар. Айныным менің, анамның тілі, ай күнім менің дейтін. Соны жаттағанбыз біздер. біздер. Күшті екен. Как раз біздің тапсырмамыз 1-ші сыныпқа 1-ші сыныптағы тақпақтарыңызды оқисыздар. Өзі негізі кез келген адамда бір ең кішкентай классында 1-ші жаттаған тақпақтар болады, есінде үнемі қалады. Күшті қызық айтып беремін. Содан бастайық. 1-ші Хангелдінің тақпағын тыңдап алайық. Тыңдайық. Хангелді, тақпақ білесің ба? Ұмытып қалдым. Мен жеңдім онда, Хангелді. 1-0. Хангелді, давай. Есіңе түсіріп ал бірдеңе. Аю отыр партадан білесің ба? Білемін. Кеттік ал. Хангелдінің орындауында керемет өлең шумақтары. Айтайын ба? Аю отыр партада, екі қолға қаутада. Апай сұрақ сұраса, ерікті қалдың масқара. А дейді, Б дейді, Рға тілі келмейді. Күшті. Оның жалғасы бар ғой. Қандай жалғасы? Рға тілі келмейді, содан соң апай кіріп келіп, аюды орнынан тұрғызды. Бірдеңе Молодец! Хангелдің есепке алынады. Сіздің керемет тақпағыңызды менің еске тақпақты түсірейік. енді еске түсіргенде бұл жерде қызық оқиға бар. Мен 7-ші сынып оқып жүрдім ғой. Сол кезде сәл уже бұзылып жүрдім ғой. Уже сабақ оқымай. Сол кезде андай бізде линейка болады ғой. Линейкада әр сынып не болады типа активный. Мына аптада сендер деген сияқты. Сол не бересің, ана бүткіл класты барып тексеріп келесің. Ең мықты сынып па? Жоқ, кезекші болып келесің. Кезекшілік. Ең соңында біздер шығып отчет береміз. Мына апта былай өтті. Бірдеңе. Тырнағын алмаған үшін бірдеңе, бір қадам алдыға дейтін бар ғой. Сөйтіп жүрген кезде сол жерде тақпақ айту керек болды. Маған тақпақ бермейді ғой. Жандос, сен жаттамайсың бәрібір деп. Апай, пожалуйста, мен жаттаймын осы жыл деймін ғой. Жаттамайсың сен дейді.
орыс несі ғой, орысшадан беретін апай. Сол апайымыз тұрды да маған тақпақ берді, мынаны жаттап көрші ал деп. Сол тақпақты мен әлі білемін ғой. Сол өмірімде қалып қойған бір-ақ тақпақ. Былай, знать язык сегодня стало, лишь один из крови мало. Если два вопроса нет, ты для всех авторитет. Если три прекрасно знают, все за гениев считают. Ну а если все четыре, нет богаче в этом мире. Ма сондай я. Осыны мен әлі білемін, Гүлжан деген апай. Осыны мен мектеп бітіргеннен кейін, 4 жылдан кейін мектепке барып келемін ғой. Кірсем, апайым сабақ беріп отыр екен. Кіремді, құшақтаймын да, апай, риск тұрамын да, знать язык сегодня салсам, апай в шоке өрчі. Әлі жақ, көрдіңдер ма? Менің оқушым деп, Қате басында сенбеген ба? Сонымен қанген не қыламыз? Бірде-бір қыламыз, ел қалай? Бірде-бір? Екеуміздің тапсырманы орындадыңыздар, керемет. Қанген қарсач. Қармақшы деген ауданнан, Қызылорда дейтін облыстан шығып, орысша өлең оқығаныңыз прям өте күшті екен. Бізде Я вообще русскоязычный. Неге достарыңызға үйретпейсіз? Қабдылышы, Уразиктан ғой, бірде-бір орысша білмейді ғой. Туған жермен кететін болсақ, ол кісі жақынырақ болу керек орысшаға. Жәке жалғастырамыз. Жақсы басталған сияқты, бірде-бір оқушылармен. Кемі бір ұпайыңыз бар енді. Кемі деме. Дақаса жарсайын ба? Жарсыз, нақты. Өйткені оқушылардың сізге деген настройы күшті. Оның үстіне бізге 2-ші сыныпқа Бағдәулет Әсия деген осындай сұлу қызымыз келді. Асияға шапала. Әсия, қалайсың? Жақсы. Жақсысың ба? Бүгін неше тұрдың ұйқыдан? 7-де. 7-де тұрады екен. Жәке, сізден точно ерте тұрды деп ойлаймын. Көзімнен байқап тұрғанша жаңа тұрып келгенім мен. Сіз ұйықтайын деп жатқанда тұрған сияқты. Дәл. Әсия, сен мектепте... Бүткір кемшілігімді айтса, иә. Бүткір халқы кемшілігімді айт. Әсия, мектепте ән, би, бірдеңемен айналысасың ба? Билейсіңдер ма мектепте? Әнмен айналысам. Әнмен айналысың? Ән тыңдаймыз ба? Давай, ән. Как раз бүгін әнші келіп отыр бізде. Әнші деме. Амырақсыр, кеңсір дейтін әндіге жатпайды ол. Кет, Әсия, қандай ән айтасың? Папури. Папури ма? Кеттік ал. Бәрін ба? Мына жерге тұрып айтсаң. До конца айтайын ба? Иә, қай жерге дейін айтайын? До конца айтайын ба? Бастай берейін ба? Бастай бер. Асау керат жүрмейді, шалдыққанса ахау тәнімай, еркін даусым келмейді, қарлыққанса ахау тәнімай, талма менің жаныма. Эй, күлде күн жанай, күнде қазақ күйімай, бипыл айтаршы құрбым бір күйай, бипыл айтаршы құрбым бір күйай. Браво! Әсияның дауысы жатар кезде наушник тықып қойып тыңдарма күшті екен кәдімгі ұйқыға кәдімгі болып кетеді екен. Молодец, Әсия. Күшті. Біздің көп әншілерге қарағанда әннің текстін білетін сияқты. Жаттап апты прям күшті ғой, иә? Өте күшті, Әсия. Ән айтасың ғой сен, иә, сонда? Мектепте 5-ке оқисың ба? Қай мектепте оқисың? 5-ке деп айтпайды ғой. 169. Қазір 5-ке деп айтпайды, қазір 10-ға оқисың ба дейді. 10 балды жүйе көшіп кетті ғой айтпақшы. 10 бал, сосын қандай жұлдыз қояды, 5 жұлдыз. Сіз айтпақшы. Сосын андай жақсы дейді. Нені білесіз ба? Ақша беретінін қазір. Не ол? Қанша теңгеден беретін еді? 100 теңге, әр 5-ке, е? 10 балға 5 деп айтпа, 5 дейтін это уже баяғы біздің анау тыңқиып тұрған 3 дейді ғой. Дәл сол қазір. Қазір 5 алсаң, нашар оқисың ғой. Нашар оқисың сен өзі. 10 бал алатын болсаң, 100 теңге береді екен. Күшті ғой. Бір күнде 500 теңге тауып келуге болады екен. 100 жасқа дейін байитын ем ғой мен ол кезде. Сіз қанша теңге табатын едіңіз полный? Ол кезде есептеу керек ана. Нормально табатын. Нормально табатын едіңіз, иә. Ол бір жағынан күшті мотивация болатын сияқты оқушыларға да. Сендер ертерек айтқанда мен анау сол баяғы журнал бар ғой біздің. Сақталған ғой ол архивта. Содан алдыртатын ем мен ерінбей бар ғой. Шынымен де полный 5. Мен потому что үйде нағашыммен тұрдым. Нағашым мені телевизор көрсетпейтін тұғын. Мен түрмеде өстім ғой, 7-ші классқа дейін. Реально айтайын. 7-ші классқа дейін мені андай келем, бүткіл мысалы 6 сабақ бола ма ертең, 6 сабақтың 6-ауына да дайын болуым керек қой. Сөйтіп жіберетін тұғын. Біз оны монтажбен қоса аламыз ғой ертең. Негізі алдыртайық, давай. Үштігіп қойып қояқ, иә. Жаны Самалбектің мектеп кезіндегі бағаларын көріңіз. Давай. Қол қойдыратын едік қой іші ата-анамызға. Ондай бар ма сіздерде? Күнделікке қол қойдыру дейтін.
Оны дейді менің подписім маманың подписімен бірдей. Мен сол мамаға апармаймын, мен өзім, потому что мамада уақыт жоқ тұғын. Вообще мән бермеді ғой маған. Бірақ күнделік көрсетуге болатындай күнделік, е? Негізі, иә. Екінші сынып, бізде ана тілін өтесіңдер ғой, е? Ана тілін өтіңдер ма? Қазақ тілін, ана тілін? Вообще өзің дайындалмағансың ғой жүргізуші. Бұлар қазір басқа ғой. Не, бұлар не оқиды? Сіз мектепте жұмыс істейсіз бе? Завуч сияқты. Мен бағана сұрап алған мен ана жерде барлығын. Кеттік, алфавиттен. Алып тастады, әліппені алып тастағасы. Бат-шыт қылып жіберген ғой қазір. Бірінші класстың сен несін есебін шешіп көр, миың ашып кетеді. Да? Осы жобаға білім министрлігінен бір адам келсе күшті екен, е? Екінші сынып тапсырмасы алфавиттен сіздерге 10 әріп берілген. Асия былай жасайды. Осы әріптердің дауысты дауыссыз қылып бөлесің, Асия. Қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екен. Түсінікті ғой, ал сіз, Жәке, кішкене сізге қиынырақ. Сіз дауысты дауыссыз қылып бөлесіз, және дауыссыздардың ішінде қатаң ұяң үндісін бөлу керек. Ары қарай. Уақыт кетті. Осы 10 әріпті 1 минут ішінде екіге бөлісіз керек. Сіз қатаң ұяң үнді деп, дауыссыздарды қатаң ұяң үнді қылып бөлесіз. Жәке, қалай болады? Шынайы кірісіп отыр ғой. Алданба ештеңе кеше. Қазақ тілден кім берді сізге, Жәке? Есіңізде ма? Ай, танымаймын, өліп кеткен шығар олар уже. Олардың алды өлді, құрсын, өткеде кіріп шықтық. Болдым ағай, болдым! Ағай, болдым! Дұрыс емес сияқты бірақ ағай! Просто болдым! Болдым просто! Дұрыс емес екен, білмеймін. Білмеймін, ұялып тұр, қатаңды ғана білетін шығарым. Кәне. Ой, молодец. Қараңыз. Қолын қараңыз біріншіден. Өте күшті жазумен жазылған екен. Одан кейін бұл дауысты дауыссыз қатаң ұяң үнді деп бөліп қойыпты тағы да. Өзі еще. Өзі еще. Дополнительно. Аха. Молодец. Так. Позор қылып шығарсаңдаршы мені. Асия дауысты дыбыстарды дұрыс бөлген. А, О, жуан және И жіңішке деп ішінен бөліп қойыпты дауысты дыбыстарды. Дауыссыз дыбыстарды да бөлек жазып қойған. П, Қ, Б және Р, М әріптерін. Қ қайда ішінде? Қ. Жоқ, мына жақ қатаңға жазып қойыпты. Қ дейді. Қатаңда тұр, дұрыс. Сіздікі Қ дұрыс, П дұрыс қатаңда, Р әріпін қатаң депсіз. Бұл бізде үнді дауыссыз дыбысы еді. Р. Мен ыр деймін ғой просто. Және мен р демеймін, ыр деймін да мен просто. С дауыссыз дыбысы қатаң еді, сіз оны ұянға жазып қойған екенсіз. Неге? Р-ны қара, С-ны қара. С не үшін қатаң болу керек? С дейтін ол. С деген сезімтал. С деген ол Самалбеков. Ол ешқашан қатаң емес. Ол ұяң болады. Ол сондай баяулау. Міне, ұяң Б. Айтпашар қарай. М депсіз, М үнді, Ж бізде ұяң. Енді сіздің үлкен қателігіңіз бұл жерде үндіге А деген әріптерді жазып қойыпсыз. Бұлар бізде дауысты дыбыстар болып саналады. А, О әріптері. Әдей істеп отырсыңдар. Тез дегенде мен андай не істеп, мен айтты дұрыса ойлансам қазір қайттым. Есеп 2-1. Асия оқушыларды алдыға шығарып жіберді. Асия молодец. Асия бағана отырамын деп, иә? Айттым ғой. Асия, рахмет саған. Айттым ғой мен. Сәттілік оқуыңа. Асия, мен айттым. Жалғастырамыз. Есеп 2-1 оқушылар алда. Бірақ сізде қазір қайтаруға мүмкіндік бар. 3-ші сынып оқушысымен жарысасыз. Бізде 3-ші сыныптан келіп отырған Амандық Бекзат деген осындай жігіт келіп отыр. Бекзат. Қайсы есімің? Ау? Қайсы есімің? Ау демеші. Бауырым не болды саған? Бір елеріп маған қашық отырсың. 3-ші класстан бастап уже тиіс бастайсың. Бекзат атаман кім? Бекзат қой есімі. Бекзат деген жігіт. Бекзат, қалай сабағың қалай, жақсы ма? Иә. Шаршап тұрған жоқсың ба? Жоқ. Қай сабақты жақсы көресің? Қай пәнін айт? Математика, ағылшын, қазақ тілі, әдебиеттік оқу. Ағылшын? Иә. Сіздер оқымадыңыздар ағылшында 2-ші, 3-ші сыныпта, иә? 3-ші сыныпта жоқ, бізде 6-7-тен басталатын негізі. Ойлаған шығар бізде. Мынау Америкаға бармайды мынау деп бар ғой.
нақты Әйтпесе бармайды деп қазір па? мен негізі ағылшынды соңына дейін оқым. Иә? Мынандай болып өсесің. Мен көп адамдар жаңағы мектеп кезіне барса не істейсің десе ағылшынды оқитын деп айтады. Шынымен солай, иә. Мүмкіндік беріліп тұрған кезде қанша бос. Біздің ағылшынша беретін апайдың өзі ағылшынша білмейді ғой. Қыркүйектің деп жүргендер. Good afternoon дегеннен уже андай дым аузында акцент жоқ қой, андай бар ғой. Good afternoon деген аулайский ғой, андай. Американский акценттер бар ғой, good afternoon деп сөйлейтін жоқ қой. Мен сондайды өтірік істеп жақсы етеміз, The communication өтірік сөйлеу дейтін. Ағылшынша қандай сөздер білесің? көп қой. Мысалға сөйлеші, мысалға осы жерге қош келдің деп Ондайды білмейтін шығар енді. Apple дегендерді білетін шығарсың. Осы жерге қош келдің деп айтсаң маған. Алма. Мен қазақша айттым ғой. Қандай сөздер білесің тағы? Жоқ, көп қой бірақ. Енді айтсаңыз, біреуін, Нан бір деген. екенін айтсаңызшы енді. Алма, Apple. мектеп. Мектеп. Школ. Қақтың школ. Орысша тығып жібердің ғой сен. Орысша мен ағылшын. Скул. Жоқ, дұрыс қой. Скул. Ол оқылғанда, ішінде оқылады ғой, оқылғанда. Әлде. Ай, бәке, осы жерді ұрып жібердіңіз, бәке. Ой, оқылғанда школ болып оқыла ма? Жанна Самалбек қатты білмейді деген сайын. Екі деңіз. Школ деген үшін балын алып тастаймыз, ә? 2-2 болды. 125 Рахмет, Бекзатқа. Так, Бекзат, бізде түрлі түсті ана жерде бояулар бар. Мен очки цвет білмеймін ғой. Да? Шпа? Иә. Да, дейді. Анау кәдімгі. Әшерді. Әшердің эмоциясына сен қалдырасың. Очки білмеймін ғой десің, да, дейді. Мынандай ұстамағалы. Не істейміз сонда қазір? Боя, отырмай құрсын. Қашан істедіңіз, ұстадыңыз бұны? Ма? Қаламдарды андай. Кеше? Түрлі түсті қаламдар. Кеше үйде жиі ойнаймын мен. Үшіншісінің тапсырмасы сіздерге 25 осындай ұяшық берілген. Жәке, қазір тұра тұрыңыз. Тапсырманы біліп қойдыңыз бар ескі. 25 ұяшық берілген. Сол ұяшықтарды 30 секунд қарап аласыздар. Екеуіңізде 30 секундтан кейін осыны есте сақтау қабілетімен бояйсыздар. Уақыт кетті. Жаттап ал, қайсысы қай жерде екен. Боямайсыз жәке. Кеше бір шығарылымда біреу шпормен келді прям. Пока жаттап аламыз. Тоқта, давай. Тек жаттап алыңыздар. Тоқта, 30 секунд бересің ғой. Аха. Жаттап ал. Ап, ережемен ойнап жатыр бір жақта Бекзат. Все, рахмет. Кеттік енді бояймыз. Толық боямасаңыздар да болады, нақты түс берілсе болды бұл жерде. Толық боямағанда жәке кішкене де бояп қою керек бірақ. Жоқ, қазір. Сіз басын не істеп алайын жатсыз ба? Нақты. Ол жадыңыз қалай еді жалпы? Памятіңіз. Түстерге. Памяттен кеткенмін ғой мен көкем. Бекзат, кішкене боясаң болды. Қатты толтырма. Аха, боя бер. Не болып кетті? Кім көп ұяшықты дұрыс табады, сол жеңіске жетеді бұл айналымда. Есіңе түсіріп жатсың ба? Болды ма ғой? Жеңілдім ау? Қазір санаймыз ғой бірақ, ә? Аха, кімдікі, нешеуі дұрыс екені. О, аспай тұр Бекзат. Бұл да уақытта емес па не? Жоқ. Онда мен далаға шығып. Уақытқа емес па? Берейін, ә? Сіз уже жеңілдіңіз ғой. 2-2 мың ғой. Негізі андай оқушылар болғанмен кішкене іштей жарысып отырсыз ғой бәрібірде. По-любому ғой. Бізге өзіміз өмір бақи жарысып қалған адамдар. Ары қарай орындамаймын бұрысын. Ұмытып қалдым ол жағын. Ұмытып қалдың ба? Мен ұмытып қалдым. Жандос Самалбековтың сіз 3 ұяшықты дұрыс тапқан екен, Бекзат. Жандос Самалбеков. Қалай ол үшті? Қараңыз, біріншінені толық тауыпсыз, бесеуінде. Екіншісінен үшеуін тауыпсыз.
Үшіншісінен үшеуін тауыпсыз. Сіздің памятіңіз жақсы екен. Мына ряд қуып кетіпті енді кішкене. Бұл жақта біреуі ғана кетіпті. Екеуі кетті. Екеуі дұрыс алып соның өзінде. Үшіншісінен бесеуін толық тауыпсыз. 25 ұяшықтың Жандос Самалбеков 18 ұяшығын дұрыс тапты. Өте күшті, есеп 2-2. Қайтадан ойынға қосылып алдыңыз. Жалғастырайық, есеп 2-2. Бізде 4-ші сынып оқушысы Жұманазар Ернар келіп отыр бүгін бізде қонақта. Негізі неше оқисың? 4. 4 оқиды. Неше оқитынға ұқсап тұр? Уже 5 оқитын, 6 оқитын сияқты. Шынымен? Сіз уже андай не істеп Аралада барасыз? Сіз жаңа суретке жоқпын деп қалдыңыз. Оның үстіне жаңа қаламдарды қайтадан шығаруға тура келеді. Қарындашты. Сурет саламыз. Бізде қазір келесі тапсырма. Бере сал. Осыны салуым керек па? Мына жерде келесі тапсырма. Сіздің досыңыз Қабдол. Сен суретші болып шықпа осы. Онда мен қатты ренжимін. Білесіз, түрлі түсті, күшті киімдер киген жақсы көреді. Қазір ол кісінің костюм шалбарын бояйтын боламыз. Екеуіңіз де бояйсыздар. Кімдікі креативный лау қол көреді. Иә, біз Қабдолға звондап, екі суретті көрсетіп, кім жеңгенін Қабдол таңдайтын болады? Ұйықтап отқан шығар ол. Кеттік. Біз Қабдолдың үйіне барасың ғой. Ойбай, ана гардеробын көрсең сен. Тұрсын ала көзді сияқты болады ма? Өте. Сосын андай киім алуға барамыз ғой, мысалы мен киім алуға барған кезде бүйтіп қарайсың ғой, деп бүйтіп барып. Наума деп бүйтіп кетесің ғой. Ол сол жерде неше киім тұр, бәрін алып киіп көреді ол. Киіп көреді. Ерінбейді. Ол Қабдолмен мен вообще неге андай магазин аралауға шықпаймын. Сіз болдыңыз, иә? Болмай. Тамаша. Болмай. Жоқ, негізі күш шыққан сияқты, иә? Менің де қатты алғаным жоқ просто. Сізде қалай? Күш шыққан сияқты ма сізге? Жақсы сияқты, білмеймін. Сол ұнау керек деп ойлаймын. Хабарласып жіберейік біз. Хабарласың ба? Ұстайды сіз, уайымдама. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Қабдол, братан, жақсыз ба, мас па? Жақсы, шүкір, аман-есен. Бүгін бізде осы досыңыз жарысып жатыр мына жақта, оқушымен. 4-ші сынып оқушысы Жұманазар Ернармен. Ау? Неше сыныбы? 2 оқушым деге жарысып жатыр. 2 оқушыны. Қазір сіздің суретіңізді екеуі де салған болатын. Болды, Ернар? Қазір. Сіз қазір осы суреттердің ішінен, сізге киіндірді ғой сізді былайша айтқанда. Соның ішінен сіз үздігін таңдайсыз. Қайсысы кімнің суреті екенін айтпай қойын, оң жақтағы немесе сол жақтағы сурет екенін сіз таңдасаңыз болды. Мынау бірінші қатысушының суреті. Қарап қойыңыз. Өте керемет. Мынау екінші қатысушының суреті. Осы суреттермен таңдаймыз ғой, да? Иә, екі костюм шалбардың қайсысы сізге ұнап тұр? Соны көк немесе жасыл костюм шалбар. Жасыл цветті Жандос таңдады ма деп ойлаймын, негізі. Жандоспен бірге ойнағанбыз осы цветпен. Мүмкін? Көкті, бірақ көк ұнап тұр. Оңбаған екенсің. Көк ұнап тұр. Осы сурет жеңімпаз яғни, иә? Рахмет сізге. Айттым ғой оны ірітіп салу керек еді. Жобаларда күтеміз, Құдай қаласа. Ірітіп салғанда соны таңдайтын еді ол. Аха. Рахмет, жақсы, көп. Жәке, естіңіз енді өзіңіздің досыңыз осы костюм шалбар таңдады. Дос жоқ менде. Сонымен бізде есеп 3-2 оқушылар алда. Жалғастырамыз. Бізде есеп 3-2. Қабдол деген жас жігіт осылай қылды есепті, Жәке. Оқушылар алға шығып кетті, бірақ сізде қайтадан жеңіске жетіп алуға болады. Себебі қазір бізде 5-ші сынып оқушысы келіп отыр. Жаңа берген Сүндетбек деген. 5-ші сынып. Математика өтесіңдер ғой, алгебра, иә? 5-ші сынып шарты
мұқият тыңдаңыздар, өте оңай есеп. Мектеп дискотекасында 20 адам Садраддиннің әндеріне билеп жүр. Михаваяның әндеріне одан 5 адам кем биледі. Ал Баян Сұлудың әндеріне билегендердің саны Садраддин мен Михаваяның әндеріне билегендерді бірге қосқанға тең. Баян Сұлудың әніне неше адам биледі? Тапсырма қоя сал алдарына. 30 секунд уақыт беріледі. Қайтадан бір сұрақты оқып шықсам болады. Мектеп дискотекасында 20 адам Садраддиннің әндеріне билеп жүр. Михаваяның әндеріне одан 5 адамға кем биледі. Ал Баян Сұлудың әндеріне билегендердің саны Садраддин мен Михаваяның әндеріне билегендерді бірге қосқанға тең. Баян Сұлудың әніне неше адам биледі? Сүндетбек есептеп жатыр. Ой үстіндесіз бе жеке? Қалай ол? 20 адамға Садраддинге билейді, біздің әнге 15 адам билейді. Сіз соған істеп отырсыз. Баян Сұлудың әні 20 мен 15-ке билеген кезде сонда не ма? Бірдеңе. Болдыңыз, иә? Иә, болды. Қан? Тығама сәл. Оны бейтіп алып, түбір асты бірдеңе дейтін. Түбір асты деген сөз жоқ. Бірдеңе қылып бүйту керек қой, короче болды. Сондай бірдеңе істеп отырсыздар ғой сендер. 20 адамға билейді. 20 адам оған 20 адам билеп жүр. хит емес па Михавай. Қаламдары істеп тұр. Не биледі? Михаваяның әндеріне одан 5 адамға кем биледі. Ал Баян Сұлудың әндеріне билегендердің саны Садраддин мен Михаваяның әндеріне билегендерді бірге қосқанда тең соған. Не үшін қосады оларды? Михаваяның әндеріне билегендерді бірге қосқанда Садраддин мен Михаваяның әндеріне билегендерді бірге қосқанға тең. Сонымен Баян Сұлудың әніне неше адам билеп жүр? 35. Жауабыңыз? 35. Көбейтіп жатырмын барынша. Баян Сұлу хит қой қазір. 35 адам билесін оған. Ол жерде әннің енді хитына байланысты емес, бұл жерде есеп солай келген. Яғни 20 адам Садраддинге билеп жүр, 15 адам Михаваяның әніне билеп жүр. Яғни Баян Сұлудың әніне сол екеуін қосқандағы адамдар билеп жүр дейді. Яғни есеп сонымен 35. 35. Сіз де және біздің қатысушымыз Сүндетбек те дұрыс тапты. Есеп 4-3. Әзірге әлі де оқушылар алда. Жотам. Жалғастырамыз. Бізде 6-шы сынып. 6-шы сыныптан сізге қарсы ойнайтын Жолдыбай Дарина деген қызымыз. Қалай ұтатын сияқтысыз ба? Уже жеңіліп тұрмын Дарина. Дарина, қай мектепте оқисың? 125. 125 хай скулда, иә? Біздің демеушіміз осы локацион сыныптан 125 хай скул. Бұл мектепке келгенсіз ба? Сіздің мектеппен салыстырғанда айырмашылық бар ма қармақшыларға? Не деген оқушыларға арналған мүмкіншіліктері көп. Шынымен де, иә. Сондықтан да егер де балаларыңызды қай мектепке берсеңіз, ойланбастан 25 хай скулға берсеңіздер болады. Иә, бұл жақта тереңдетіп оқытады көптеген пәндерді, физика, математика бағытында, иә. Бірақ Дарина, бүгін біз ол пәндерден емес, қазақ тілінен өтетін боламыз. Сізге де қазақ тілін жақсы көресің ба? Иә. Сіз ше, жандос оқушы. Надо посмотреть. Біз в основном орысша оқыдым дейсіз, иә? Надо посмотреть. Кет, қазақ тілінде септік бар, 7 септік. 6-шы сынып тапсырмасы қазақ тілі қармақшы сөзін 7 септікке 1 минуттың ішінде бөліп шығуларыңыз керек. Уақыт кетті? Мен нан білмеймін мен. Сразу айтамын. Қармақшы сөзін. Жоқ, өзіңіз бөліп көріңіз енді. 7 септік бар қазақ тілінде. Дарина, қалай бөледі? Жоқ, негізі андай Оның сұрақтарын жасаңыз ба? Например, сұрақтарын жасаңыз ба или қалай? Сұрақтарын жасаңыз ба или жалғауын? Сразу жалғаумен бірге жаза сал. Хорошо. Өзі түсініп тұр, екеуміз біріміз түсініп тұр. Неге маған бір еске салып жүруге болады шығар? Атау, жарайды, біз сізге бір көмектесек. Атау деген, атау септігінде қармақшы деп тұрады. Иә, атау ол, атап тұр. Атау қармақшы. Ілікте не дейді? Ілікте енді іліп алайын деп тұр ғой бірдеңені. Ілік барыс деген не істейді сонда? Табыс. Жоқ, бірақ мынау сөздер сізге таныс болып тұр ғой, иә? Жоқ, таныс, бірақ мен енді өзім ойлап, бұны біз нешінші класста өттік? 5-ші класста өттік ба? Бірақ ол 5-ші класстан бастап кетеді. 20 жыл артқа қарай қайтқанның өзінде, это же невозможно. Жаңа сіз енді 1-ші класстағы
Тақпағыңызды айтып бердіңіз ба бізге? Оны енді ол тақпақ ол миымда қалып қойған енді. Атау. Қармақшы. Аха. Ойланып көріңіз енді бір. Қалай жазыңыз келеді, солай жазып көрсеңізші. Ілік. Ілікке көмектесіп жібересің ба, Дарина? Нән, жалғауы бар. Қармақшының дейді. Қармақшының. Қармақшының болады. Енді ар жағына көмектесе алмайды енді. Осы екеуін. Жатсы. Қазір мына логикасында бір сұрау керек екен сізден. Кән. Оқып жүрген сабағым ғой, ол Дарина ұмытып қалдың ба? Жоқ. Так, жалғастырамыз. Екі біздің оқушымыз да жауап берді. Атау, қармақшы, дұрыс. Екеуіңіз де дұрыс жауап бердіңіздер. Ілік, қармақшының, енді бұл жерде Даринаның көмегі болды. Екеуіңіз де дұрыс жауап бердіңіздер. Барыс, қармақшыға, дұрыс. Қармақшыға. Табыс, Жандос мырза қармақшыдан депті. Сіз қармақшының депсіз, е? Қармақшынан. Қармақшыдан? Қармақшынан. Қармақшынан, е? Дұрыс жауабы қармақшыны. Табыс. Екеумізде де дұрыс емес. Екеуіңізде де дұрыс емес. Қуанасыз ба сіз? Ар жақта да дұрыс емес. Жатыс. Сіз қармақшыға депсіз қайтадан. Сіз қармақшыға деп... Қайтадан емес. Міне, барыста да қармақшыға дегенсіз. Жатыста да қармақшыға дегенсіз, көмектесті де. Қармақшыға депсіз. Қармақшыға көмектесейік дегенсіз ғой, жобасы. Қармақшыға көмектесе берейікші деп атқаным ғой. Жатысты сіз қалай жазыңыз? Қармақшының. Қармақшының. Бұл жерде де дұрыс емес, қармақшы да дұрыс жауабы. Шығыс, қармақшыдан. Сіз қармақшыдан деп жазғансыз, сіз қармақшының деп жазған екенсіз. Сіздікі дұрыс. Қармақшыдан. Және соңғысы, көмектес септігі қалды. Көмектес септігі нақты дұрыс емес деген біліп тұрсыз ғой, қармақшыға деп. Сіз қармақшымен дегенсіз. Дұрыс жауабы қармақшымен. Яғни 4-4-тен дұрыс жауап бердіңіздер. Дарина. Өте күшті. Есеп бізде... Мадес соғанда сізгі негізі қате? Мектеп оқып жүрсіз. Әй, бүткіл жағдай жасап беріп отыр 25. Жоқ, өте күшті, Дарина. Шатасыз, кішкене қобал жүріп. 6-шы классыңызда сізде бір осындай жұлдызға қарсы ойнап отырып, қобал жейтін шығарсыз бәрі бірде. Солай ғой. Молодец. Сол үшін де есепте... 140 бал ал. Бұйырса, сәттілік саған, Дарина. Жәке, 5-4 жақсы келе жатсыз негізі. Өте жақсы келе жатсыз ойдағыдан. Айтпайды. Сізге келесі болып қарсылас елеусіз Арсен деген. Арсен деген командаласыңыз бар, өзіңіздің. Қабдол деген досыңыз бар, осындай шашы бар. Бұл жігіт шашын химиямен істеткенсі. Жандостікі не ма? Қабдолдікі не ма? Ол туылмалы. Туылмалы, е? Туылмалы. Тума талант болып тұр ғой енді, бұлайша айтқанда. Сіздер география өтесіздер ма қазір? Иә, география өтесіздер. Сізде география енді өткен шығарсыз 11 жыл бойы. Өте оңай тапсырма, келесі тапсырма. Бізде астаналарды табу. Мен қазір туларды көрсетіп отырам. Солардың ішінен сіздер олардың астанасын кім бірінші табады? Астанасын деймін? Иә, бере сал. Астанасын. Әр елдің астанасы. Так, мына елдікі... Берлин. Дұрыс, Берлин. Жандос Амалбекте 1 ұпай. Шапшаң болу керек, тезірек. Дұрыс жауап беріп отырсың, бірақ мына мемлекетке. Жандос Амалбек. Киев. Мен айттым, Киев дедім. Жоқ, 1-1 бұл жерде. 1-1. 1-1 емес, 2-1. Есеп 2-1 келе жатыр. Мына елдікі. Ташкент. Ташкент. Дұрыс. Тезірек қолыңды дайындап отырсың да. 3-1, е? Айтал. Финляндия ма? Финляндия деді сіз? Жоқ, ел. Олай екен ел. Жоқ, ел. Аргентина. Грек елі, Греция. Грециянікі. Ең алғаш Олимпиада болған жер. Сидней ма? Жоқ, Сидней емес. Айналасында жүрсіз негізі. Дұрыс жауабы Афины. Афина, Мына елдің астанасы. Вашингтон. Вашингтон, дұрыс. Есеп 3-2. Мына мемлекет. Бразилия. Бразилия. Иә? Бразилия. Бразилиянікі Бразилия. Бразилия. Бразилия деп. Елді тапты. Мен Бразилия дедім. Елді тапты. Бразилиянікі Бразилия деп айту керек. Бразилиянікі Бразилия деп айту керек.
үште үш. Төртте Үште үш. Төртте екі. Мінекей. Париж. Нет, Париж емес. Франция еді. Франция ма? Аха. Франциянікі Париж. Париж. Сіз енді көп барып жүрсіз ғой, ол жерлерге білуіңіз керек. Парижға барып. Мына мемлекет. Улан-Батор. Улан-Батор, Монголия. Монголия ма? Иә. Неше есеп? 5-3. Мына мемлекетті білуіңіз керек енді. Минск. Белоруссия ма? Иә, Минск деп тұр. Мынаны білетін шығарсыздар енді. Футболдан. Лондон. Лондон. Ағылшын мемлекеті. Лондон. Өте жақсы бастап келе жатыр едіңіз, бір жерінде кетіп қалды, иә? Мен ренжіп қалдым просто сендерге. Есеп 7-3. 7-те 5, 7-те 4. 7-де 6-та 4. жарайды. 6-та 4. 6-да 4 есебімен нақты, иә, негізі Арсен жеңіске жетті. 7-ші сынып оқушысы есепті 6-да 4 қылды. Рахмет саған, Арсен. Следующий. Жалғастырамыз, есеп 6-да 4, бізде 8-ші сынып тарих пәні. Тарих пәні. Ел тарихын білуіміз керек. Яғни қазақ тарихынан бұл жерде сізге қарсы ойнайтын Дархан Әділбек деген жігіт. Негізі моңғол тарихын қатты білемін. Солай оқытатын бет мектепте. Тарихты қалай? Тарихтан қалайсың? Жақсы, 5-ке шыққам. О, жақсы екен. Қазір оны Австрия көретін қандай? боламыз. 8-ші сынып тарих сабағы тапсырма өте оңай. Тұлғалардың бұл жерде Шын бір есімдері кезеңде бар, шын есімдері және тарихи лақабаттары жазылған. Сіздерге тарихи лақабат пен шын есімдерін сәйкестендіру керек. Уақыт кетті. Қалай болып отыр? Сұрама. Аталарыңыздан Примерно ұят келтіріп болып отырмасыздар. Примерно келтіріп отыр. Жаңғырған жәдік. Енді ол жаңғырған жәдік дейсіз ғой. Қалай? Болған сияқты ма? Қанша қалды? Бүгін бейді, тарауыз дейміз. Дархан қалай болып отыр сенде? Уақыт болып қалды ма? Осы жерде сенем саған. Бірдеңе қылып, Тексеріп атқан жоқ дейсіз. ертең рекламым бар, сториске салып пештеген бар. 8-ші сынып тарихтан сұрақ болды. Абылай хан, сіз сабалақ деп белгілеген екенсіз. Сіз дарабоз деп айтқан екенсіз, дұрыс жауабы сабалақ. Тарихтан 5-ке шықтым деп едің ғой? Жәкең біліп тұр, 1-ші сынып. Енді жаңа 10 деп айттыңыз ғой сіз қазір. Бұл 5-ке шыққан ғой. Қара сторис керек шығар. Қабанбай батыр. Қабанбай батырда сіз қарлығаш депсіз. Сіз қанжығалы қарт депсіз. Қылып тұрсыз ғой, жоқ, бізде дұрыс жауабы Қабанбай батыр дарабоз деген атпен танымал. Екеуіңіз де дұрыс жауап бермедіңіздер бұл жерде. Төле биді сіз дарабоз деген екенсіз, сіз Төле биді сабалақ деген екенсіз. Дұрыс жауабы қарлығаш әулие деп атаған екен Төле би бабамызды. Одан кейін Бөгенбай батырды сіз дарабоз деген екенсіз, сіз Бөгенбай батырды салқам деген екенсіз. Бөгенбай батырды қанжығалы Бөгенбай деген сөзді естіген шығарсыз. Иә. Сол қанжығалы қартымыз, яғни Бөгенбай батыр еді. Екеуіңіз де дұрыс жауап бермегенсіздер бұл жерде. Шығай ханды сіз қанжығалы деген екенсіз, ал сіз жәдік деген екенсіз. Дұрыс жауабы бұл жерде жәдік, Шығай хан. Значит, мен дұрыс топ тұрмын. Жоқ, 2-де 0. Шығай ханды сіз қанжығалы деп тұрсыз. Қойсай деймін. Есеп 1-де 1 болды. Және Жәңгір ханды сіз жәдік деген екенсіз, бұл кісі қарлығаш деген екенсіз. Ал біз салқам Жәңгір деген естуіңіз бар шығар. Есімен. Салқам Жәңгір, сонымен Болмадым ғой. есеп 1-де 1 болды. 1-де 1. Бәрібір де сіз тағы ұпайыңызды алдыңыз. Есеп 7-де 5. Яғни 6-да 4 еді, 7-де 5. Дархан молодец, 1 ұпай алып бердің сен оқушылар үшін. Жалғастырамыз, бізде 9-шы сыныптан Сейітжан Жанарыс деген жігіт қарсы ойнайды. Жанарыс деген мен үлкен ағамның есімі. Бегарыс дейтін ортанша ағамның есімі. Мені Жандос деп қойған. Ағарыс деп қоюға болмаған.
Неге десеңіз, сондай үш мықты хандардың, батырлардың есімін біреуге қойса, біреу ауырып қалады дейді. Сол себепті Жанарыс, Бекарыс маған келген кезде Жандос деп үйлегілер, креативный. Егер алда-жалда қазір ұтылып қалып жатсаңыз, ағаңыздың құрметіне ұтылдым деп те өткізіп жіберуге болады екен, иә, Жанарыс? Папа негізі ойлағанға Айдос, Елдос деп кеткен шығар деп ойлап Жандос деп қойған. Шатасып кеткен ба? Ертеңнен барып есіне түскен десе. Жанарыс, қалайсың, жақсы ма? Жақсы. Қайдан келіп жатсың? Саламатты. Сабақтан ба? Иә. Саунадан? Алматыныкісің ба? Олжа сауна барады. Күшті хай скулда оқисың. Иә. Мектепте қай пәнді жақсы оқисың? Иә, қай пәнді жақсы оқисың? Қатты оқитын сияқты. Көп сөйлемейтін жігіттер осылай жақсы оқиды негізі. Сіз солай ма еді мектепте? Кеттік ал, Жанарыс көрейік. Жаңа қай пән ұнамайды саған? Ең ұнамайтын пән. Алгебра, геометрия, физика. Сізге ше қалай болды мектеп кезінде? Өзі Ұнатпайтын. ондай болған жоқ. Бәрін жақсы көретін бе едіңіз? Жақсы көрмейсің, не жек көрмейсің де, нормально әйтеуір. Сабаққа қарасың, сабаққа қарасың. Бұл нормально әйтеуір. Көбісінде бірақ Жек көретін сабақтардың апайлары күшті тұғын. А, Жақсы көретін сабақтардың апайлары не болса да мән бермейтін тұғын. негізі пәнді жақсы көрсең, ол яғни апайына да байланысты ғой, сол мұғалімге байланысты, иә? Бір пәнді жақсы көріп, жақсы көрмеуің соған байланысты. Кеттік, бізде география деген пән. Сізге ұнайтын беді география бұрын? Нормально. Сізге ше? Сәл. Сәл ұнамай ма? Бізде 9-шы сыныптың тапсырмасы география пәнінен картада, жәке сіз білетін болсаңыз, шартты белгілер болады. Қазба байлықтары тұрған жерлер. Есіңде қоя? Жалпы білесің қоя? Без настроения айттың ғой сен. Мына жерде картадағы шартты белгілер көрсетілген пайдалы қазбалар, соларды дұрыс орындарына қою керек. Яғни суретін сала қоясың мына жерде. Қайсысы темірдің белгісі, соның суретін саласың. Қайсысы тас көмір, қайсысы әктас, қайсысы газ деген сияқты ары қарай кете береді. Егер іші боялған болатын болса, кішігірім бояп кете салыңыз. Боялмаған варианты болса. Газ ба не? Газ емес. Біздің ауылда газ басқаша болады. Жоқ айтам. Темір емес. Темір қайсысы сонда? Бізде әктастар дейтін андай неше түрлі болып келетін еді ғой. Бермешсің ғой. Ондай болып келмейді, деп келетін еді ғой. Екі біздің қатысушымыздың нелерін көрейік. Қараңыз енді. Бізде шарт белгілері бойынша темір бізде географияда үш бұрыш бейнесімен белгіленеді. Үш бұрыш іші боялған. Сіз домалақ, сіз төрт бұрышты белгіні таңдаған екенсіз. Екеуіңіздікі де қате. Тас көмір белгісі бізде төрт бұрышты. Бұл жерде Вообще дұрыс емес қой сендер. Біздің үйге тас көмір келеді, мен үйдегі көмірлермен қарап жүрмін. Жоқ, бірақ сіз дұрыс белгілеген екенсіз. Бәрібір де. Төрт бұрышты сіз шатасқан. Тұздың белгісін белгілеген екен. Сөйлеп айтыңыз. Одан кейін не оқып жүрсің, әктас. Әктас бізде төрт бұрыш, квадрат және ортасында x. Екеуіңізде қате жасаған екенсіздер. Сіз үш бұрыш, сіз төрт бұрышты. Және соңғысы газ. Газды сіздер екеуіңізде қате белгілегенсіздер. Значит, мен сіз ұпай алып тұрсыз. Бұлайынша айтқанда тас көмір ұтып кетіп тұр ғой. Енді біздің үйде газ болмады. Жалғастырамыз. Бізде соңғы шешуші кезең, шынымен де шешуші кезең болып тұр. Себебі есеп қазір 7-де 7 оқушыларды жәке өзіңіз жетіп алдыңыз ақыры. Да? Иә. Қалай сіз жаңа Италия дегенді қалай таптыңыз? Ол жоқ, потому что. Мен білем, химияны жақсы көремін деп сразу айттым. Біздің өзіміздің класс жетекшіміз, мен Бақытгүл апайды қалай мен жерге қаратамыз. Жерге қаратамын, класс жетекшім. Өте күшті. Және соңғы бізде тапсырма қазақ әдебиетінен. Сізге қарсы ойнайтын Есенхан қызы әдемі деген біздің қарындасымыз. Қазақ әдебиеті ұнай ма, ұнамай ма? Ұнамайды дейді. Бірақ дегенмен бұл жерде қатты бір әдебиетті білудің де қажеті жоқ. Жалғастырамыз. 11-ші сынып әдебиет пәнінен атауында сандар кездесетін қазақ немесе әлем әдебиетінің шығармаларын жазып шығуларыңыз керек 1 минуттың ішінде. Мысалы, жеті лақ деген сияқты.
яғни сан болу керек шығарманың атауында. Егер авторын қоса жазатын болсаңыздар, тағы 1 ұпай беріледі. Уақыт кетті, 1 минут уақыт беріледі. Түсінікті ғой әдемі тапсырма? Жеке сынық сүйем қалып тұр жеңіске деген. Жеңіске деген соңғы қадам болайын деп тұр. Ойдан шығар. Сегіз сері бір берді. Мынау жыртыс екен. Көмектеспейік. Барларын жаздым енді мен. Иә. Екі жақта да 7 лақ деп бастапсыздар, жарайды 1 ұпайдан санайық. Одан кейін 40 қарақшы дегенде екеуіңіз жазыпсыздар. 40 қарақшымен тоқтаған әдемі. Сіз ары қарай да креативіңізді қосыпсыз. Креатив бар ғой? Екі дос деген ол қандай шығарма? Қандай ертегі немесе? Жоқ, бірақ естідім мен. Екі дос дейтін бар. Ердос деген де бар. Тауып берейін. Екі дос. Ердос дейтін келмейді ғой ол дейтін. Жарайды. Сен саны бар дейтін. Екі дос дейтін. Қазір мен Алты бақан жазыңдаршы. Алты бақан деген Бар. шығарма. Бар, мынау. Осындай сенімді түрме айтатыңыз шыртатты. Алты бақан бар. Және ең соңғысы өте күшті жазыпты. Бұл таптырмас бір тапқырлық болған сияқты. Сегіз аяқ деген Абай атамыздың керемет шығармасын жазыпсыз. Аман жүріңіз, рахмет. Рахмет сыйлағанға! Сонымен Жандос мырза, екі дос пен алты бақан дегенді тіпті алмаған күннің өзінде 3-те 2 есебімен 8 аяқ шығармасымен, ол кімнің шығармасы еді? Общий счетта айтшы, Абай атамыз. Абай атамыздың шығармасы сізге 8-де 7 есебімен оқушыларды жеңуге мүмкіндік берді. Құттықтаймыз. Барш, мынау не жазсын? Шыма адамды бейгірдесін. Әдемі бұйыл ұбыты тапсырайын деп жатыр. Сәттілік тілеп қойып, 11 сынып болғаннан кейін 140 бал алып, қалаған астыңа көлік, әкеңе садақ. Ема? Сәттілік. Әдебиеттен емес қой, әдебиеттен тапсырмыз? Әдебиеттен тапсырма. Физика. Ғылама әдебиетке, ема? Физика, математика дейді. Әдемі рахмет саған, сәттілік. Алдағы ойын. Жәке, осымен аяқталды. Бүгінгі жоба ұнады ма? Көңіліңізге шықты ма? Өте керемет. Жарысты жеңген вообще күшті екен. Мектеп кезінде бір барып қайттыңыз, Мектеп кезінде бір барып, сол жерге кіріп, химия деген кезде мен саған айтып отырмын ғой, апайымды класстың ішіне бір кіріп шықтым ғой бүйтіп мейменше. Өте күшті. Бит франциларды бәрін қойып қойып. Менің 1-1-де 27-ші мектепте мені оқытқан, тоқытқан, маған білім берген, бірақ ол білім маған вообще керек емес болған. Апайларыма, ағайларыма бәрін дұғай сәлем. Жоқ, өте ұзақ уақыттан кейін осындай нәтиже көрсету керемет негізі. Керемет деген сөздің өзі аз. Филологтар онда сөз таба алмады әлі, бөлек мынау не уровень. 25 мектебіне маған мұғалім болып келуге болады. Не ойлап отырмын мен. Сонымен біздің үрдіс бойынша сізге мадақтама. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ешқандай қатысы жоқ. 45 минут жобасы аясында бағдарламаның құрметті қонағы болып, білімі 8-ші сынып деңгейіне сай деп танылып. 8 ұпай алдыңыз ғой сіз. 11-ді ұттым ба? Ұттым. 10-ші класты ұттым ба? Ұттым. 9 ұттым. Мен анау ұтылсам кішкентай балалардан ұтылған шығармын. Оларды әдейі ұтылдым. Не ретінде, фора ретінде бердіңіз. Жақсы көріп. Сонымен сурет сондайлардан ғой мен ұтылып отқан. Қатты ұтылғыз жіберді бір рет. Сондықтан да 11-ші сынып айтсай. Сондықтан да бүгінгі бағдарламаның құрметті қонағы болып, білімі, енді өздеріңізде көрермендер байқап тұрған шығар. 11-ші 10-ға жәке. Рахмет. 11-ші сынып деңгейіне сай деп танылды. Шынымен барлығын жеңді. Себебі кішкентай бастауыш сынып оқушыларына жеңілгендей болдыңыз. Енді біз ойнап айтып жатырмыз. Бұл жақта 8-де 7 есебімен бүгін оқушыларды сан соқтырып кеттіңіз, жәке. Құтты болсын. Аман жүріңіз. Рахмет, бүгін бізде қонақта болған Жандос Самалбеков. I love you. Рахмет сізге.